Алғаш қарағанда бейберекет хаус. Бірақ бұған фантазиста болып қарайық. Ортадан бастаймыз. Бұл шешуші сәт. Бірінші болу ойында өзгеше көру деген сөз. Фон Тим, алғашқылар командасы. Соңына дейін сендім, Ордабасы бәрін істеп кетеді, ұтып кететіне. Өйткені 90 минут өзінің алаңында өткізу, бірде-бір ойнап кету, енді ол менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Сол бүгінгі ойынға тікелей әсер еткен нәрсе ғой. Енді 4 матч дисквалификация деп Ордабасының бас бапкері Мартинге тым көп беріп қояды деп ойламайсыңдар ма? Қайрат 4 футболшымен келісіп отыр екен. Екеуі Ла Лигада ойнаған, екеуі Бундеслигада, біреуі Грекия чемпионатында қазір де ойнайды екен. Негізі Елімайды біз осыған дейін айтатын едік қой, әр ойында пенальтимен жеңеді, пенальти көзіміз дейді. Негізі шеп бермей қойды ғой бұлар қағаз пенальтиді. Біздің бапкерлер енді көбісі шетелдіктер болып кеткен кезде қазақтарға ол позицияны бермейтін. Өйткені қауіпті позиция, өйткені легионерлерге көбірек көз беріп тұрады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бұл Фон Тим YouTube арнасы. Қазір ғана Қазақстан премьер лигасында Ордабасы мен Жетісу арасындағы матч аяқталды. Бұл 10-шы турдың шымылдық жабар кездесуі болды. Және одан басқа осы турда қызық ойындар болды. Жеңіс Қайрат арасындағы, Ақтөбе Атырау дербиі деген сияқты Астананың Оқжетпеске қарсы кездесуі, Қазақстан премьер лигасында талқылайтын ойындар өте көп. Гол көп болды және әдемі соғылған голдар. Дебютті голдар көп болды футболшылардың. Мінекей. Және ерекше айтып өтетін ойындар баршылық, сондықтан бүгін біз Қазақстан премьер лигасының матчтарын бір рахаттанып талқыласақ деп отырмын. Сосын Еуропада да бір жаңалық бар. Біріншісі Ислам Чесноков бауырымыз чемпион атануы мүмкін еді, сәл бұйырмады, міне күміс жүлдегер атанып отыр Шотландия чемпионатында. Одан бөлек Челсиде бапкер керемет, мен танимын ғой, жеке көргенмін ғой екеуміз бай. Сөйлескенбіз ғой, Хаби Алонсоды. Бай. Сендер көргенсіңдер ма? Ерсін көрген. Елдос ағасы сөйлескенсіз ба Хаби Алонсомен? Жоқ, сөйлеспедік. Алдында бірақ ол кезде болмады ғой деймін. Зидан болды ол кезде. Біз базасына барған кезде. Сол себепті. Ауыр әңгімелерге тұр. Деңгейі жоғары командадан деңгейі төмен командаға барған бапкер айтып отыр ма? Хаби Алонсоны. Жоқ, сый құрмет көрмеген командадан өте бір орнын тауып келіп жатыр деп айтқым келіп тұр мен. Сіз жаман жек көресіз ба сол түрде? Қазақ футболын және Еуропа футболын талқылау үшін арнайы жиналып отырмыз. Бек Шымат бізге кеп тұрады деп едік. Міне Бек бүгін тағы Фон Тим арнасында қонақ. Қалайсыз, осының алдындағы шығарылымдар қалай болды? Мен алдында көрдім, мен сіз өткенде. Онша емес болыпты десеңші. Жоқ, онша емес, әдем болыпты кәдімгідей. Жақсы екен. Онда қайтадан Алмат Бекбаев шақырайық. Бұл үйрену баса жаман екен, шықпай қойды. Иә, Олжас ағамыздың орнына отырып алам деп. Олжасқа билет әпереді дейді ғой басқалар. Өзі айтты басқалар. ғой, менің орнымды басатын болса, бір ақ адам бар Бек деді, басқа ешкім шақыртпасын деп. Ерсін ба ол орнын басатын Олжастың? Сондай ғой деймін. Ойнап Ешкім айтады Бек. келмесін ішті. Ассалаумағалейкум, қош келдің. Жыртыватсың ғой. Ерсін Ерік. Өзек өртеніп тұрған жоқ қой. Өксік тұрған жоқ шығар. Өксік тұрмаса болды. Көрмегелі көп болды Ерік. Иә, біраз болды. Ереке ағарып кеттіңіз. Иә, күннің шуағын күтіп жүрдік. Сол себепті күнде міне Астанаға оралды. Күнде ысыды. Онымен қатар Қазақстанның біріншілігі де ысып жатыр. Деп Бекскеймен бір кішігірім әндет шығарып, өлең шығарып жүргендей. Астана праймда болып тұр екен. Алматтан келіп, бүгін ауа райы тамаша болып тұр. Одан бөлек ЛРТ ашылды. Құтты болсын. Зор екен ЛРТ. Жүрдіңіз? Жүрдім, иә. Алматыда метрода жүрген кезде бүйтіп жан-жаққа қарамайсың ғой. Онша қызық емес, телефонда ұстамайды. Мына жақта бүйтіп жан-жаққа қарап, телефонға түсіріп, сторис салып, күшті екен. Ұзағынан болсын. Сосын PJL Астанаға барсам, мына кісі жүр. Иә, барып қайттым. Құтты қонақ. Ойнады ғой бұл кісі. Жоқ, көріп қайттым. Мен деңгейім әлі жетпейді екен. Финалда Фальконсқа жанкүйер болдыңыз ба? Фальконсқа жанкүйер болдым, бірақ болмай қалды. Ұтылып қалды. Аналар сұмдық енді, Спирит деген өте мықты команда екен. Шамамен бір ПСЖ Арсенал болып тұр ма? Жоқ, ПСЖ Арсенал емес шығар енді. Өйткені Арсенал 3-0 болып қоймайды ғой. 2-0, 2-0 де болмайды. Жоқ, енді Арсеналға тең емей қой. ПСЖ Арсенал емес. Енді бір ПСЖ Барса деуге болады. Финал. Финал ғой, ПСЖ мен Арсенал келе жатқан. Мен финалға байланысты айтып отырмын. Деңгейлес команда ретінде айтып отырмын. Деңгей мықты команда шықпай ма финалға?
енді шықпай тұр ғой енді сол. олжас сонда тұр саған ерсін не айтып отырсың деп. не еретіп отырсың десе. Енді футболдан бастайық. Қазақстан Ақша премьер жоқ. лигасы 10-шы турдың ойындары артта қалды. Шымкентте турдың басты ойындарының бірі Ордабасы Жетісу арасында кездесу. Матч алдында Жетісу футбол клубының бас бапкері Қайрат Нұрдәулетовке құрмет көрсетілді, шапан сыйлады. Жалпы Қазақстан футболының аңызы ретінде оны шымкенттіктер күтіп алды. Және талдықорғандықтар сәтті бастаған 37-ші минутта Дінмұхамед Қашкен есеп ашты. Одан кейін қорғаушы Сергей Малый есепті теңестірді. Екі қорғаушының голы болды. Сосын 90+8-ші минутта Мұратжан Қалматов пенальтиді сәтті орындады. Айтатын әңгіме біраз бар. Елеке, жалпы ойынға қатысты пікіріңізді білдірсеңіз, матчтан алған эмоцияларыңыз қандай? Енді бірінші Ордабасыны кезекті жеңіспен құттықтағым келіп отыр, өйткені өздеріңіз білесіздер, Ордабасы өз алаңында мүлде басқаша футбол ойнайды. Сол себепті Ордабасы ең тұрақты ойнап келе жатқан командалардың бірі. Енді Жетісу қанша жерден тырысса да, бірақ ойын барысында мүмкіндік көп болды. Сәл сәтсіздік жетіспегені бар. Бірақ соңына дейін сендім, Ордабасы бәрін істеп кетеді, ұтып кететініне. Өйткені 90 минут өзінің алаңында өткізіп, бірде-бір ойнап кету, енді ол менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені мынандай мүмкіндіктерді соқпай атқаннан кейін Жаслан Әмір соңғы секундтарда бос қақпаға соғатын голдарды соға алмай жатыр. Мынау енді Малыйдың кезекті капитандық Алиетов айтқаннан кейін күшейіп алды ғой деймін ол кісі, бұл да? қазір бір өзіне сеніп 90 минут алдыға жүгіріп бір баспен ұратын сондай болып жатыр енді Серхий Рамос. Жоқ, екеуміз жастымыз. Құрдас па? Иә, мен кішкене Ай, кәрі көрінемін ғой деймін. Мықты, малы енді керек кезінде. Енді бұл ойында Қашкен екі қорғаушы да енді гол соғып жатыр ғой. Айттым ғой Қашкен топ деп. Мен Сайын кез келді. Айттым ғой Қашкен топ деп айту үшін сен жарты жыл күттің ғой. Енді ашылып жатыр міне. Енді ашылып жатыр. енді бұл ойындарда стандарт жағдай өзінің үлесін қосып жатыр ғой. Өйткені стандарт жағдай қазір қару, любой командаға үлкен қару болып келе жатыр. Бұл жердегі бірақ басты талқылайтын мәселе әрине соңғы минуттарда болды. Мұратжан Қалматов пенальтиден гол соқты. Оның алдында Ордабасы негізі гол соғып, есепті 2-1 қылған. Бірақ төреші сол голға дейін ысқырық шалып қойды. Капацинаның голына дейін ысқырық шалып, ойын тәртібі бұзылды. Мына жақта біз екінші сары қағаз көрсетеміз де және пенальти береміз деп ойынды тоқтатқан. Нәтижесінде Рафхат Аслан екінші сары қағаз алып, алаңнан қуылып кетті. Және варда қызметкерлер пенальти болмау мүмкін, бұл ойын сәті, допқа талас деген сияқты Қателесті ғой. пікір білдірді. Нәтижесінде біз қайталауды қарап көрдік. Ерсін қайталауды қарап көргенде не байқадыңыз? Жоқ, төреші қателесті. Неге қателесті? Өйткені эпизодты аяқтап тастау керек еді. Ол кісі бірінші өзіне өзі орғазып алды негізі. Қалматовты теуіп гол кірсін, сосын асықпай ысқырық шалуға болатын еді. Анау доп қақпаға енді кірген бетте ысқырық шалып жатыр да. Мысалы, шынымен де ол кезде егер пенальти болмай қалса ше, онда ол Қалматовтың голын қалай қайтарып бере алады? Ол ысқырыққа дейін деп сол ысқырық шалған кезде ол эпизодқа қарап тұр. Эпизод қарап тұр ғой. Эпизодқа қарап тұрды да ысқырық шалып ойынды тоқтатты. Сол сәтте артынан ту сыртынан келіп соққы жасап бұл кезде ысқырықтан кейін гол беріп отыр. пенальтиді 100% деп қабылдадым. Өйткені шынымен де Рафхат Асланның қолы шылтақпен салқып қалған, ебедейсіздеу қимылдаған анық көрініп тұр. Мүмкін сол өзінің көзқарасына сенімді болғаннан кейін ойынды бірден тоқтатқан шығар бас төреші. Бірақ енді арты өзінің ойлағандай болды. Енді анық пенальти. Енді бұл жерде мен Жетісу командасын қанша енді жақсы көрсем де, Қайрат ағамызды қанша сыйласам да, енді сыйлаймын, білемін ол кісіні. Бірақ енді эпизодқа қарасам, менің пікірімше пенальти бұл кезде. Енді анық Жаслан Әмірдің прям доп сол жігітке қарай келе жатыр. Ол келеді да секіріп, ебедейсіздеу қимылдап, шынтақпен басып қалады. Бірақ мен енді бұл Ордабасының жеңісі пенальти арқылы келді ғой Елеке. Бірақ қарасаңыз, енді ойыншылардың былай деңгейін алып салыстырсаң, Ордабасының кішкене басымдық болады. Легионер жағынан болсын, оның үстіне өз алаңында ойнап жатыр. Ал Жетісу болса, шынтақ емес қой, қол ғой, мына толықтай қолдың сырты тиген. Мен осы моментті жаңа қайта қараған мен осы жерде ойынның соңғы минуттарында. Өйткені қол тиіп кеткен екен, бірден ана түсінді да. Қолын резко тартып алды. Сол үшін де Жетісуға бұл жерде респекттеу керек. Сырт алаңда Ордабасының атмосферасында Ордабасы қарсы ойнау ол оңай емес кез келген командаға. Және осындай құраммен сырт алаңда оның үстіне екінші матч өткенде кубокта да ойнады қатарынан.
сол үшін де ерледі жетісу негізі Ортамызда- деңгейлес ойнады. Елдос ағамыз отыр ғой, өзі қорғаушы, өзі допқа талай таласқан адам. Допқа талас кезінде қол осылай сермеуі ол заңды нәрсе ме? Енді біздің кезде ойнаған кезде бүйтіп var жоқ еді ғой. Бірақ талай шындықтар енді бүйтіп Талай сылықтар кетті ме? былай кетпесе былай да кететін ғой сияқты. Болмаса бүйтіп айтып жіберетіндер болатын ба еді матчтан кейін? Жоқ, ондай жоқ. Бұл енді эпизод шыны керек, шыны өтіп кетіп баратқан доп қой. Бірақ мұндай моментте пенальти болып тұр енді. Болып тұр пенальти. Жоқ, бұл жерде мәселе Рафхат Асланда ғой. Рафхаттікі дұрыс емес, өйткені қанша жерден доп сен біліп тұрсың ғой допқа жете алмайды. Сол себепті ол уже ары қарай действиені тоқтату керек. Инерциямен кетіп қалды деп ойладым. Инерциямен кеткенше, бірақ қолмен емес, хотя бы денесімен барған кезде, бәлкім төреші де бұл пенальтиді бермес пе еді. Денесімен барған кезде, бұл жақта бүкіл қолын көтеріп тұр, енді сол сияқты төреші де өзін былай сәл-сәл сақтап қалды деп ойламайсыздар ма? Өйткені бұның алдындағы бір эпизодтарда, ойындарда көп сұрақтар болып жатты ғой. Төресі сол жерде сықырып, өз-өзін сақтап, барып пенальти беріп, дауға түсіп қалады ғой төреші. Мен негізі қорқып кеттім, ана голды есептей салу керек пе деп ойладым да, содан кейін барып сықыру керек пе деп. Мысалы қазір ол пенальти кезінде бірден үзесің ғой, Ерсін. Себебі ол пенальти сәт болды ма, сол ой тәртібі бұзылды. Төреші эпизодты аяғына дейін ойнатуға мүмкіндік берсе, бар шақырды ғой, ойнатуға дейін мүмкіндік берсе, сосын гол кірсе, мысалы. Ол төреші не дейді, голды алып тастаймыз, мына жақта пенальти демейді, ол голды есепке алу керек болады онда. Жоқ, эпизод любой топ чемпионаттың бәрінде құлап, жыртылып атсадан жерде жалғастырады ғой эпизодты. Жоқ, ондай моментте жоқ, мына жерде де сен варға барып тұр ғой ол. Варға онда сен бармасайшы, егер сенімді болсаң, отказ бере аласың ғой. Мен уверенмін деп. Оны осыған дейін төрешілер істеді ғой. Бармады ғой варға. Шақырса да бармады. Жоқ, шақырса да бармады деген ондай жоқ. Неге жоқ? Болады бармауға, бірақ бізде жалпы футболда, Еуропа футболында вардағы шақырса 99-9 барады. Енді мына кісі енді қарасайшы, варға барып тұр да, бірақ ана голды эпизодта енді маңызды емес ол, бірақ қазірше өйтіп маңызды емес. Бірақ осы бір моментте егер вардағылар оны көндірген жағдайда деп ойлаймын да, пенальти емес деп. Онда обал ғой онда ана жерде голға. Голға обал емес, себебі гол ысқырықтан кейін соғылып отыр. Ысқырық шалынды, болды, қақпашы да еркінсінеді, ысқырықтан кейін болғанына уверенсің ба? Әрине. Жоқ, мен былай ойлаймын да. Мен тепкеннен кейін барып ысқырықты естідім. Саған звук кешіккен. Голды есептеп, мүмкін Асланға қызыл қағаз бермей қойған кезде қалай болады Елдосаға? Негізі болды. Жоқ, постфактум айтып тұрсың ғой сен енді, себебі итак пенальти соғылғаннан кейін сондай болып көрініп тұр. Мысалы деймін. Пенальти соғылма мүмкіндік қой. Жоқ, бұл жақта төреші өз-өзін сақтап тұр ғой, түсініп отырсыздар ма? Өйткені әр ойында енді Ордабасыда сәл дау болып отқаннан кейін менің ойымша төреші сәл өз-өзін сақтайды ғой. Бүкіл клубтар енді Нуну Каштуру кетсін деп хат жазған жоқ па енді? Нуну Каштуру кетсін деп хат жазған. КПЛ клубы 2 бірінші лиганың клубы деді ғой, 17 клуб. 17 клуб қол қойып кәдімгі федерация хат жолдады. Ол енді федерация оны ары қарай өздері шешеді. Қалай қабылдайды, Каштуру кете ме кетпей ме. Бірақ енді клубтардан осындай бір наразылық болғаннан кейін әрі қарай меніңше қысым болады. 1-2 тур хотя бы енді жайлап жұмыс істейтін сияқты. Қарап, жан-жағына қарап жұмыс істейді. Бұл енді таза, мен ойымша таза пенальти, Мұратжанның өзінің таза еңбегі, болмас бір ойында 2 гол соқтым деп айта берсе болады. Таза. Ойында да соғып отыр, пенальтидан да соғып отыр. Ақыры енді өз алаңында ақыры эффект бар, өз алаңында стабильность бар. Жақсы. Бірақ жетісуды айта кетейік, естеріңізде ма, ойынның соңында бір керемет мүмкіндігі болды. Шайзада мен қорғаушы бір-бірімен соқтығысып, доп шабуылшының аяғына кеп, есіңізде ма? Мен ойымша Элхан доптан шығарып алды, Астанов, сол нәрселер бір эпизодтар шешіп кетуге болатын еді, негізі ойын барысын өз бетіне қаратпа. Енді жетісудыға Луна Флорес деген қорғаушы келді ғой жетісуға Балтикадан. Жап-жақсы екен. Пайович екеуінің ойыны бүгін біраз қинады Ордабасының ойыншыларын. Ордабасы мен Қайрат арасында интрига әрі қарай жалғасып келе жатыр. Қуантады, өте жақсы. Бірақ бас бапкер жоқ. Кімде? Ордабасыда. Сол бүгінгі ойынға тікелей әсер еткен нәрсе ғой. Енді 4 матч дисквалификация деп Ордабасының бас бапкері Мартинге тым көп беріп қойды деп ойламайсыңдар ма? 4 матчқа? 4 матч деген. 4 матч көп деп негізінде, иә. Сен апелляция берді Ордабасы анау. Мен ойымша азайтатын шығар оны. Иә, сол Қайрат пен Ордабасы ойнайды ғой алда. Сол матчқа дейін мынау апелляция бітетіндей қылып. Қайрат Нұрдәулетовке де қызыл қағаз берді ма? Иә. Ойын соңында?
берді бірақ ол бір матчқа ғана қатыспайды, келесі матчқа ғана. Оның уже шыққан жоқ қой. Мен солай шештім. Қойшы, жаңа ғана бітті. Жоқ, енді бұл басқа мәселе ғой. Бұл жерде кәдімгі ойынның үстінде болған эмоция ғой, бір ауыр сөз айтып ештеңе болған жоқ. Бір матч дегенге қайдан айта салғанын айтамын. 2-1 есебімен Ордабасы жеңіске жетті. Біз шымкенттіктерді құттықтаймыз. Тағы да атмосфера керемет болды. Бұл жолы бірақ солд аут емес, бос орындар көрдім. Бос орындар байқадым мен де сондай. Иә, бос орындар стадионда бұл жолы байқалды. Өткен матчта кубок ойынында болған сәтті осы бір фонтимде талқылап кетсек, бізде бір мүмкіндік болған жоқ, шығарылым болған жоқ. Техас Фанс жанкүйерлері Амангелді Сейітханов ағамызға керемет қолдау көрсетті. Матчтың 69-шы минутында суретін шығарып, оны балаш жүргізді еще. Иә, Бекасыл Сейітхан КФФ Лиг YouTube арнасында Мәди Ерланұлы екеуі жүргізген. Дәл сол Бекасыл сөйлеп жатқан сәтке түсті. Сөйтіп жүрек тебірентер бір Бекасыл мықты екен негізі. Мен жүргізе алмайтын мынандай кезде бар ғой. Жылап жүретін емен. Әке деген жерде бай өксік естілді. Вот сен айтып жүрген өксігің сол жерде негізі. Өксік сондай кезде айтады ғой. Сен реалға өксікті арнай бермесей. Өксікті экономдасай жүрген мен емес қой. Реалға сен ғой өксік деген. Жоқ, Бекасыл жақсы, молодец. Комментатор ретінде де өте жақсы ұнады. Сосын Аман ағамызға дауысы ұқсайды. Келеді екен. Және оның анау шеберлігін, енді бала ғой әлі, жас қой енді, әлі бір жыл болды ма болмады. Ол кезде шеберлік та керек қой, сен эмоция ұстау деген ол балада інімізде бар екен. Мен риза болдым. Тағы бір риза болғаны, енді Аман аға өзі шығыстікі ғой, Семейдікі ғой. Бірақ Шымкенттің жанкүйерлері 69-шы минуттан баннер шығарған кезде күткен жоқпын. Алдын ала не хабарландыруда ештеңе болды ма? Мен естіген жоқпын. Ешкім күткен жоқ қой мына стадионда. Матчтың алдында бір шыққан, бірақ ол трансляцияға ілінбей қалды. Сол стадионда отырғандар түсіріп, оны салды мен мысалы. Техас Фанс соны ұйымдастырғанын айтамын да, Амангелді Сейітханұлының. Сіз Елімайдан күттіңіз. Елімайдан, мен күткем негізі, Елімайдан күттім мен негізінде. Елімайдың да матчы сол 10-шы сәуір күні болды. Болды, аха. Аман ағамыздың туған күні 11-ші сәуір дүниеге келген. Қазір мамыр болып кетті ғой. Мамыр айында, мамырдың 11-іне Аман ағамыздың туған күні дәл сәйкес келетін еді. Мен де соны айтқым келгені, шымкенттіктер мысалы біз шығыстанбыз, оңтүстіктенбіз, батыстанбыз деп бөлініп жатқан жоқ. Бұл қазақтың аңыз тұлғасы деп құрмет көрсетіп жатыр. Бұл біріншісі Аман ағаға, отбасына көрсетілген құрмет. Екіншісі меніңше бізге де, комментаторларға да бір осындай құрмет деп айта аламыз. Мамандыққа деген. Кәдімгідей құрмет. Жаңа сол матчта Бекасылдың жүргізгені бар. Тұп-тура бір іздегенге сұраған бәрі қабысы бір арнаға тоғыса қалды ғой сол матчта. Бізде конкурс fontim.kz сайтына өтсеңіздер, толық ақпарат біле аласыздар, немесе бекітілген комментарий арқылы өтіңіздер. Осындай көліктер, бірақ әлдеқайда үлкенірек. Кондері бар. Кондері бар ма? Ойнатылып жатыр. Міндетті түрде біздің арнаға тіркеліңіздер және бекітілген сілтеме арқылы өтіңіздер. Келесі матч осы Ордабасының басты бәсекесі деп айтайық. Керісінше, ол Қайраттың басты бәсекесі Ордабасы болып тұр ғой, бірақ сонда да бірінші орындағы, екінші орындағы командаларды байланыстырғым келіп тұр. Бірінші орында қазір Қайрат 11 матчта 25 ұпай жинаған команда, бір матч көп және 3 ұпайы артығырақ болып тұр. Астана Аренада жеңіске қарсы матч өткізді. Бек, бұл ойынға қатысты пікіріңіз қандай? Жалпы матчқа бардым. Осының алдында Қайрат ертіспен ойнауға келген болатын осы алаңға. Сол ойында Қайратпен бүгін Қайраттың мүлдем салыстырмалы, бүгін Қайрат өте ерекше бір рухтанып шыққан ба, арнайы тапсырмамен шықты ма мен білмедім, бірақ бүгін Дастан да ойнады, барлығы да ойнады, түгелдей ойнап шықты. Бір жаман жері, жеңіс жақсы ойнады, бірақ 85 минутта бастады ойнауды. Өткенде Дастан Сатпаевқа Бек сын айтты дегеннен кейін кішкене жиналыпты. Содан ғой деймін. Бүгін Жоржиньо қатты ойнап кетеді ғой бүгін. Жоржиньо пас береді Юкколаға осы гол соққан кезде. Ассистент автор атанды. Інім ғой, 97 ғой бұл. Екі класс төмен оқыған. Манау екінші мысалы голын қараңызшы Жоржиньоның, хоп-хоп деген гол болды ғой ол. Екі аяқпен, мына жақпен қағады, мына жақпен тебеді. Жоржиньоның негізі Оразбақтиннің да бір көрегенділігі бар ше негізі. Мына баладан бірдеңе шығатынын көріп тұр да, жоқ жерден гол соғып, жоқ жерден пас береді. Өзі бір звездовать етіп кеткенін көрмейсің. Біреумен қырылып жүргенін көрмейсің. Әйтеуір мінезі де жұмсақ, командаға өте мықты сіңісіп кетті да. Мінезі жұмсақ деп айта алмаймын. Результат жасайды. Мүлде басқа адам. Мінез көрсетті ма? Жоқ, мінез көрсеткенде мінезі көріп тұрсыз ғой. Жоқ, енді командаластарын айтып отырмын. Атмосфераны бұзбайды да ішкі Қайраттың. Бәлкім жоқ, оны білмеймін. Мен оны мінез жағын айтқаннан кейін ойлаған ғой. Өзім мінезі мынау енді. Қырықтау десеңші осы мінезі. Сосын екі түрлі мінезді айтып отырсыздар ғой. Иә. Сосын осы матчта бір байқағаным, Широбоков жалпы бүгін негізгі құрамда шығып отыр ғой.
Шырабөктің жұлдызын жаққан матч бұл Интер мен Қайрат арасындағы матч қой, сырт алаңдағы. Бүгін де Шырабөк өтті бір жақсы ойнады. Мен соған қарап отырып ойландым да, Африко емес осы Мартинович пен Шырабөкті ойната берсе, негізі бірде бір кем емес қой Африкадан қарағанда. Ротация бар ғой, ертең Еврокубокта керек болады да. Сол ғой, сол Еврокубокты айтып отырмын ғой. Еврокубокта керісінше Шырабөк ойнаса жақсы болар ма еді. Команданың түлегі бір жағынан білет, қыр-сырының барлығын. Бізде бірақ қорғаушылардың стабильный ойнауы қиын қазір. Байқап жүрген Шырабөк ойнайды деп ойлаймын мен. Бекте тура автогол соққан адамды ерекшелеп айтып отырсыз. Жоқ, енді біздің бапкерлер енді көбісі шетелдіктер болып кеткен кезде қазақтарға ол позицияны бермейтін. Өйткені қауіпті позиция, өйткені легионерлерге көбірек көз беріп тұрады. Жоқ, енді қазір кім Оразбақ дейін Азаматты да шығарып жатыр да, Тұяқбаевты қазір осындай маңызды ойындарда. Бұл дегеніміз Дастанның артынан осы жігітқа сеніп отыр деген сөз. Жақсы, шабуылға қосылды бүгін. Дастан Сәтбаев негізі жаңағы Жоржиньо берген кезде. Дастан ғой негізі ортадан алып жұлып берген Дастан. Сондықтан да Дастансыз енді қалай болатынын алдағы уақытта көреміз. Бірақ Қайрат мына матчта екінші таймда енді өздерінің деңгейін көрсетіп тастады. Елдос аға, сосын сіз матчта болдыңыз ғой? Ардақ Сәулеттің ойынын көрдіңіз ғой, иә? Бір жақсы болды бүгінгі ойын Ардақ Сәулеттікі. Бос қақпадан алып шықты бір рет, екі рет жаңа тосқауыл болды қатты соққыларға. Бүгін жалпы Ардақ Сәулет алда да, артта да жалпы оңға қапталда өтті жақсы ойнап берді бүгінгі ойында. Жоқ, Ардақ Сәулет жеңістің ойындағы ең үздік ойыншылардың бірі. Шыны керек, осы ойында біз енді ұлттық құраманың бас бапкерлері Талғат Байсуфин мырза бәріміз отырдық, бәрін бақыладық. Енді Қайрат, шынымен сіздің жаңағы сөзіңіздің жаны бар. Европа кубоктағы Қайрат па сонда болып қалды мынау ойын. Өйткені бұл команда кәдімгідей дайындалып келген сияқты. Өйткені Астанадан жеңістен кішігірім бір қаттырақ дайындалып, бір сескенген жоқ, бірақ бір серьезно дайындалып келгендей болды. Әр ойыншының шынымен 100%, Мартиновичтің өзі артқа жүгіріп, шабуылшыларға ешқандай мүмкіндік бермей жатқаны, және де Шырабөктің жоғары деңгейде ойнағаны, бұл Рафаэль Оразбақ дейтін керемет бұл ойынға дайындық болып шыққаны. Бірінші голды қосқан кезде, анау Қайраттың голы, мысалға, ол таза 8-ші нөмірдегі Хасейннің қателігі болды менің ойымша. Анау PlayStation'да бір тактический защита тұрып қалады ғой, анау. Иә, ортада қатып қалды. Қатып қалды, не былай актив болмай қалды да қысқасы. Сол жібермеу керек қой, ана Юколаға пас. Бұл былай еді ғой. Хасейн негізі матчтарға шыққан кезде бұл оң қапталға шығатын. Қазір Тевзадзе жоқ болғаннан кейін амал жоқ. 3 қорғаушы ойнап отыр да ортада. Бұл негізі бұзып жібереді. Ал бүгін Тевзадзе оралды. Ойлаймын, келесі матчтан бастап қайтадан 4 қорғаушы ойнап. Ол қателігіңді бұл оправдание жаппайды ол негізі. Жаппағанда емес, енді оны да түсінуге болады, енді оңай емес оларға да. Мысалы, мына пас кезінде Елеке өзіңіз қараңыз, қорғаушы ретінде бағалайыншы. Мен бұл жерде Жоржиньоның жеке шеберлігін айтқым келіп отыр. Өйткені 8-ді қараңыз. Жоқ, түс көріп тұрмын, допқа үйтіп бұрылуға болмайды біріншіден. Екіншіден, арт қарап бұрылуға болмайды допқа ешқашан. Бұрылсаң, алдымен ғана бұрыласың. Өйткені артпен бұрылған кезде сен ұтылдың деген сөз. Сол себепті бұл енді Жоржиньоның жеке шеберлігі, өйткені қорғаушылар сәл 1-2 метр жақын тұрған кезде бұл пасы өтпей де қалатын еді. Сол себепті тайминг, сол сияқты бұл жаңа 3-ші гол ма, 4-ші гол ғой Якуб, Кімнің? Юколаның, Сол себепті бұл жайдан жай емес. Бұл ойында енді Дастан да өзін керемет көрсетті. Шырабөков та, Мырынский да, Анарбеков та, өйткені бұл ойында бізге ұлттық құраманың ойыншылары көбісі ойнады. Сол себепті қуат өкінішке орай болмағаны жеңіске сәл сол бір кемшілік болды деп отырмын. Юкола 3-ші голын соқты, Ертіспен Елімайға соққан осы. Микаэль Асқаровтың қапталы, сол қапталда жеңісте нәтиже көрмедім осы ойында. Сол Али Алиевтің негізі бас қатыратын проблемасы, сол 5 қорғаушыға икемделіп ойнайды бұл команда. Соны латераль дей ма, қапталда ойнайтындарға кішкене бір белсенділік қажет. Өзгеріс керек. Оған қарама-қарсы ойнап жатқан ойыншыларды айтуымыз керек. Мырынский, сол сияқты ойыншылар енді оларда жайдан жай жүрген ойыншылар емес. Енді көп жерде бұяқта Асқаровтың мақсаты қорғанысқа болып кетті. Әлбетте ол шабуылға күші жетпеді. Мысалы, сосын Қайрат командасында Еркін Тапаловты Мырынский негізі қорғанысқа қарай бейім ойыншы ғой. Еврокубок келе жатыр ғой. Осы қаптал негізі күшею керек сияқты. Мен сол қапталдан Тұяқбаевты да көреміз, Юколаны да көреміз. Дастан да сол қапталда жақсы дриблинг жасай алады. Оң қапталда дриблинг жасайтын
кіріп кететін, пас беретін, бір андай соққы жасайтын ойыншы керек. Левша дейді ғой. Кіріп келіп сол аяқта сылқ еткізетін. Громыконы іздеп жатсыз ғой сіз. Жоқ, Громыко емес. Исайын бар болсаң іздеп бар болсаң іздеп жатыр. Бар болсаң іздеп жатыр. Менің ойымша ол Қайраттың да ойында жүрген нәрсе шығар, өйткені Еврокубоктарға қарай міндетті түрде Қайрат күшейеді деп ойлаймын. Осы орайда бүгін ғана сол жерден әңгіме естіп келдім. Рас өтірігін алдағы уақыттың еншісінде оның барлығы Қайрат 4 футболшымен келісіп отыр екен. Екеуі Ла Лигада ойнаған, екеуі Бундеслигада, біреуі Грекия чемпионатында қазір де ойнайды екен. Біреу Бундеслигада ойнаған, екеуі Ла Лига, біреу Грекия чемпионатында, және Сибалиуспен қоштасады екен осы маусым айындағы трансферлік ауысымда. Тартпады ғой, Солай естідім. 11-ші номерде ойнаған Сибалиус бірден кетеді деп естідім. Нормально неден естідің ғой? Оның орнына Нормально адамдардан. қандай адамдардан естігеніміз осы әңгіменің түйіні шешімі белгілі ойнап тұр ғой. Болды. Содан кейін Қандай болса араласпаймын. Егер рас болатын болса, онда мен нормальный адамдармен сөйлестім онда бүгін. Патолог. Құдай қаласа. Нормальный адамдармен шай Төрт ойыншымен келісіп отыр екен. Жоқ, Сибалиусты бір шығаратындай болды ғой негізі. Шынымен тартпаған сияқты. Рикардиньо кетіп қалды енді. Рики. Эльдер Сантана бүгін өзінің бұрынғы командасына қарсы ойнады. Енді тағы да айтып шыным керек, Тұяқбаевқа көбірек тоқтауымыз керек, өйткені Тұяқбаев жақсы болды бүгін. Соңғы моментте пас бере салу керек бірден. Легионерлер сияқты шықты да ойынның. Енді пас берді ғой. Жоқ, легионерлер сияқты шықты дегенің енді ойынды күшейте шықты деген сияқты. Мысалы, Жаслан Әмір анаяқтан Мағжан сияқты ойыншылар шығып жатса, орда баста мына жақта Тұяқбаев сияқты ойыншылар шығып жатыр. Менің ойымша бұл біздің Қазақстанның бір кішігірім жеңісі деп ойлап отырмын. Тұяқбаев өзін еркін сезініп жүр ғой, шыға салып. Сәл допты көп ұстап қойды, Дастан екеуі пас алмасқа келген. Осы жерде ғой деймін. Жоқ. Соңына қарай. Daстанның жеке шеберлігі Жоржиньоға шығарып берген. Бір адам басқа Жоржиньо қандай пас шығарып беру керек енді, деп ойлаймын. Сәтбаев, Юккола, Жоржиньо дегендер енді өзінің позициясында үздіктер ғой чемпионатта. Соның бүгін нәтижесін көрдік. Бұл бір. Сосын мен Әлімжан сөзің аузыңда Громыко, жаңағы кім Арат сияқтылардың орнын жаба алмады дегендерді түсінбеймін. Керісінше көп қой, интернетте жазатын. Еврокубокта көруіміз мүмкін. Әзірге байқалып жатқан жоқ. Әзірге бірақ мысалы Мринский мен Топалов деген былтыр бір-бірін ауыстыратын футболшылар еді ғой. Қазір Мринский вингер болып ойнап жүр мысалы. Былтыр енді қорғаныста жүріп, шабуылға жиі араласатын футболшы. Мринский Тұяқбаевты ауыстырды бүгін. Соны күшейтуге бәрібір футболшылар керек. Енді 4 футболшы бар деп естіп отырмық Бекшыматтан. Бектің қандай адам екенін. Мен де инсайд айтып көрейінші деп қалпын атқаным ғой. Бірақ бұл рас әңгіме болып қалуы мүмкін. Мен кетейін деп тұрмын біраз жерге. Екеу дей сал. Көп тұр. Адам саны жетіспей жатыр ғой, 4-тен көп керек қой негізі позицияларға қарағанда. Легионердің лимиті асып кетпей ма? Есепте сондай. Еврокубокте ғой, Еврокубокте ойнамайды ғой ондайлар. Еврокубок демекші, жаңа сөзім аузымда ғой, соны шығарып Жеңіс футбол клубы Еврокубокқа шығудың төте жолын тауып отыр. Олар Қазақстан кубогы арқылы жартылай финалға шықты. Финалда кім жартылай финалда? Жеңіс футбол клубы Қайсармен ойнайды. Шанс бар. Қайсармен ойнайды. Қатар Ордабасы футбол клубы Алтайға қарсы. Шанс бар дегенге неге? Шанс бар ғой? Қайсарда да шанс бар. Сондықтан жеңіс кішкене енді сол кубокты да біраз ойлайтын шығар. Кубок жақсы әсер еткен бір команда бар, ол Алтай. Алтай Ақтөбені жарыс жолынан ысырып тастағаннан кейін чемпионатта да сенімді ойын көрсетті. Нәтижесінде Қызылжарға қарсы кездесуде 2-1 есебімен жеңіске жетті. Масудовтың алғаш жеңісі. Құтты болсын. Осы турда айтпақшыдай Алтай да жеңіске жетті, Қайсар да жеңді. Демек бізде Қазақстан чемпионатында 3 ұпай алмаған команда жоқ. Елдос аға, Қызылжар біздің достарымыз. Кішкене төмен қарай кетіп бара жатыр ма достарымыз? Кішігірім яма дейміз. Ол яма деген нәрседен шығу өте ауыр, қиын және. Енді Алтай өздеріңіз білесіздер, айттық қой, Қажымас Қайрат деген команда, Масудов атамыз өздеріңіз білесіздер. Қай жерде жүрмесе де бір мінезді команда әрдайым. Сол сияқты бұл ойында енді соңғы минуттар экшен, драма болды десем мен қателеспеймін. Біз өкінішке орай бұл ойынды көрген жоқпыз. Біз Қайратпен осы уақытта кім ойнап жатты? Жеңіспен Қайраттың ойында отырдық. Өкінішке орай бүкіл көзіміз бәрі осы ойында болды. Мен Бекс көрді деймін. Осы ойынды толықтай көрдім, аха. Бұл ойында бір байқағаным, Артем Черединов деген 11-ші нөмірдегі оң қапталдағы футболшы бүгінгі ойында бір 90% жұмысты сол атқарды ғой деймін. Бірақ бір минусы бар екен.
анау Бахукен мен Берталь үшеуінің бір мынау сыгранность дейді ғой, арасында химия сәл жоқ екен. Бір емес 4 бірдей шабуыл орта жолдан қап қойып жатыр, осы пас бере алмағанның кесірінен бір-біріне. Сосын ол химия болатындай да уақыт болған жоқ қой әлі енді. Бахокен деген жоқ, айтайын дегенім мына жерде негізі жеңілетін матч емес еді, негізі қызыл жартыкі бар ғой. Жеңіп кетеді. Мына жерде Аслан әділ бір емес 5 бірдей футболшының арасынан өтіп барып пас беріп үлгерді Черединовқа. Бірақ бұл жерде екінші осы екен ғой гол айтпақшы қызыл жардың. Осы Бахокеннің 1-1 болатын кез. Сосын бір айта кетейін дегенім, бұл жерде соңғы минуттағы гол бар ғой, мынау Досжан деген жігіттің. Бұл Досжан деген жігіт туралы айтайын ба сіздерге? Жаңа ғана естіп келдім Өскеменнің адамдарынан, тұрғындарынан да естіп келдім. Бұл жігіт Кенжеғұлов 10 жылдан бері Алтайда келе жатыр екен. 10 жылдан бері, 16-17 жасында Тимофеев кезінде шанс берген. Бұл жігіт соның ішінде жылжымайтын мүлік болып кеткен екен. Бір жыл болған екен, 2023 жылы бір барып қайтқаны бар. Бірақ ішіндегі қандай қызметкер бәрі ауысып жатыр, бірақ осы Кенжеғұлов Досжан мүлдем ешқайда кетпеген екен. Одан бөлек бұл баланың осы бірінші голы, шын жүректен құттықтап қойсаңыздар болады. Сосын бұл жігіттің Елімайға кішігірім реніші бар екен. Өйткені өзара сол жердің баласы екен ғой, Семейдің баласы екен ғой. Ортада келісімдер болған екен, Елімай клубымен болды ойнайсың деген. Әңгімен жыртатын біреумен сөйлескен сияқтысың. Сөйтсе бәрі анау бір адам ба? Қайраттың сайын. Досжанды Кенжеғұлов туралы бір адам ба? Білгім келіп баратыр қазір. Білсем бар ғой, сол адам болса, дей саламын енді. Кім ол, басарпын айтшы. Примерно осындай әңгіме айтатын бір-екі адам бар өзі. Ана-анаға ренжіген. Шынымен бір адамның есі кілті ойлады ғой. Туған күнде бармаған. Қазір біз Елдос аға екеуміз андай бір функционер елестетіп отырмыз. Солымен мен бір минимум бір вице-президент. Жоқ, қайда? Жоқ, бір сайттың редакторы ғой явно. Жоқ, Олег екеуміз шынымен сөйтіп ойлап жатырық біз. Бір ақ машинамен, Лексуспен жүріп. Елімайға неше ренжіпті енді? Мен өсек аңдитын адам емес. Басын өзі айтып. Сайт деп отыр. Неге ренжіпті? Сол ренжігені Елімаймен өзара келісім болған екен негізінде. Болды, бізде ойнайсың, болды, ешқайда кетпейсің деген. Алтай жеңіске жетті деп отырық қой. Осы турда Қайсарда жеңіп отыр. Тобыл келді. Айбол Әбікен деген бауырымыз өте керемет деңгейде матч өткізді. Осының алдында да Қайратқа қарсы кездесуде гол соғып еді. Бүгін міне дубль жасап қызылордалықтарға 3 ұпай сыйлап отыр. Қайсар Тобыл арасындағы матч ерсін қалай болды саған? 2 гол соқты Айбол бүгін. Ырза қылды. Анау бірінші гол енді Виктор Мозестің пасы, анау флеш-скордағы расстановка бар ғой. Қазір Реал екінші орын флеш-скор істеп тұр ғой, любой момент. Осы жерде Мозестің пасы Әбікеннің голы да. Енді Әбікеннің голы бұл жерде қорғаушының қателігі болды ерек. Мейрамбек Қалмырзаның қателігі болды. Бар болғаны бірінші минутта Қайсар төңкеріп тастады. Осыдан дұқтан сындырды Тобыл. Тобыл қандай мотивациямен шықты? Жаңа бапкер, жеңу керек, турнирдің астында жүр. Сол келді, мына кездегі гол енді шынымен бір индивидуалды ойыншының қателігі команда шашылды. Ферапонтов не істеді? Қалатын болды. Қалатын болды деп, сөйтіп бір ширатып алу керек еді деп жанкерлер айтып жатыр ғой. Мына Виктор Мозес өзі Лондонға барып келіп, кішкене күш жинап, Челсидің уже барып келді. матчтарға еске түсіріп, киноға түсіп, ұзақ уақыт кетті. Флет айрон деген жерден стейк жеп кішкене. Ауылға барып келіп бір күш жинап келген сияқты. Еске алып кетті ғой енді. Бүгін нәтижелі пас берді. Бүгін Мозес ойнады. Одан бөлек Мейрамбек Қалмырзаны айтамыз ба? Әрине. Соны бастап кеттім ғой. Қателігін. Қалай бағалайсыз? Бұл балаға обал болды негізінде. Алдында 4 матч шықты, бірақ бұл негізгі құрамнан шыққан жоқ. Соңында ары кетсе бір 7 минутқа шығып жүрген бала еді негізі, өйстіп жаймен. Ойлаймын, мына матчқа да керек жоқ па еді, мүмкін деп. Баланың сағын сындырмай, ойынның соңына қарай күте тұрған дұрыс па еді деп. Өйткені ойынның сағын ойлай берсең, вообще ойнатпайсың ғой ана. Мынандай матчта көрсету керек қой. Шығармаса шығармады деймін. Шығарса сағын сынды. Енді мынандай ошибканы күткен жоқ қой енді, шыны керек, бас бапкердің өзі. Ол да байғұс Мозеске қарсы ойнаймын деп ойлаған жоқ, мынандай ойын болып кетеді деп ойлаған жоқ. Мозес өзі бүгін басқаша ойнап кетті кәдімгі. Мейрамбекті көрді да анау өзі. Жоқ, Мейрамбектен бұрын. Мейрамбек па дегендей ойда. Ауылға барып келді ма, или анау бір сүйіктісіне барып келді ма, шын бір қан жүгіріпті бойында мына кісінің. Енді қорғаушы ретінде мен айтайын, шыны керек болып тұрады бір ойында. Болып тұрады ғой, конечно. Өткенде біз Қызылжарда кімді айттық қой? Соколенко ма? Жоқ. Сләмбековті айттық қой. Тура сол күн Мейрамбектің де басына төніп тұр. Ол қорғаушылардың басына өтетін нәрсе. Бұдан да енді
өту керек, ары қарай өзі мықты футболшы болғысы келсе, ары қарай қолын жинап, наоборот, бұдан кейін қаттырақ екі есе мотивациямен шығу керек болады да. Бірақ елеке мына нәрсеге келісесіз бе енді Мейрамбек Қалмырзаның тұрақты түрде КПЛ-дың бір клубында тұрақты қорғаушы болатын уақыты келген. Ұлттық құрамаға дейін шақыртып алған қорғаушы. Неге 23-те? неге тұрақты түрде бір клубта ойнамайды? Потенциал енді керемет десем, Солақай бірінші пасы бар. Енді қорғаныста енді сәл кішкене күшейту керек, бірақ Солақайлардың арасындағы үздіктердің бірі. Өйткені өздеріңіз білесіздер, Солақай қорғаушылар бізде аз саны. Ян Вараговский, Сағадат Тұрсынбай, сосын кім бар? Совет бар. Сол сияқты міне басқа ешкім жоқ. Қарапайым бала ғой, жаңа 8-ші СДШ-дан шыққан, жеке көргем ойынын, қателеспесем бір ойнадық, өте жақсы бала. Негізі 8-ші СДШ-дан біраз балалар шықты. Осы КПЛ-да ойнап жүргендер. Ұлттық құрамаға шақырылған деңгейдегі алғашқы емес шығар мүмкін. Соңғы жылдарда ұлттық құрамаға дейін барған осы Мейрамбек Қалмырза. Бұл енді ұлттық құраманың ойыншыларының менің ойымша бұндай қателікке бармау керек деп ойлаймын. Өйткені бұндай қателіктер кешірілмейді. Өйткені мынандай деңгейде жасап жатқан қателік Қазақстан біріншілігінде, жоғары деңгейдегі ойындарда мүлде кешірмейді ғой. Екі болып кетеді. Түсініп отырсыз ғой. Бірақ бұл ойынның бір позитиві Айбол Әбекенді біз ұнатқан 6-шы нөмірлі атаканы әрдайым бастайтын, алысқа 50 метрге пас беретін Әбекен емес, бүгін шабуылда воротаның жанында жүрген 8-ші нөмірлі полузащита деген білесіздер ғой. Ол көп жерде шабуылшыда жүретін нападайшылардың астында жүретін позиция ғой. Сол кішігірім байқасаңыздар, байқамасаңыздар, Айболдың бір бапкерлерінің арасында бір екеуі сөйлесіп, Айбол сен көбірек шабуылда жүру керексің деген бір сәл бір өзгеріс болды деп байқамайсыздар ма? Байқаймын, бүгін анау Алияр да шабуылшы ғой, Алияр да шықты. Кімді Әбікен да шабуыл шебінде ойнады да. Сондықтан да Ферапонтов қазір шабуылға көбірек енді көңіл бөлейін деген сияқты анау трецта жазып қойыпты ғой. Қайсар тек қана Айболға керек па деп. Бір өз ойнап жүрген сияқты шынымен, Жоқ, бұяқта командалық жұмыс, прессинг болды, жоғарғы деңгейде прессинг, мына Алияр Мұхаммедтің де прессингтар керемет өтіп жатыр. Білмеймін, менің ойымша Тобыл бұндай прессингке дайын болмады деп ойлаймын. Дайын болмады болғанда, Тобыл Қайсармен кубокта ойнады. Сосын чемпионатта ойнады. Екі матчта да жеңіске жете алмай отыр. Сонда мынау Тобылды жаңа бас бапкері почерігін байқап отырсыз ба? Ромашенко мысалы Нұрбол Жұмасқалиев бүгін кең ойнады. Қазір оған келесіз оған. Әлеке, дұрыс айтасыз. Негізі бір кішігірім өзінің почергі көріну керек қой, жаттықтырушы. Ақтөбеде жаңа кішігірім почергі өзгеріп жатыр. Сол сияқты бұл кісінің әлі көрмей тұрмын. Ортада тұрып жиналып, бәрін жинап алып бір айтатқан бір почерктарын көрмесем. Ойын бойынша, нәтиже. Менің ойымша әлі балалар сәл түсінбеуде. Ойынның стилі қандай болып жатқанын, не істеу керек екенін, сол сияқты менің ойымша оған уақыт керек. Аскеңмен сөйлеспедіңіз ба? Әлі сөйлеспедім. Осы жерде Тобыл болды ма, бәрімен қоштасты ма, кубок кетті, енді чемпионатқа да таласа алмайды ғой. Таласа алмайды. Енді бұларда қалған акцент қазір барлығы Еврокубокқа салмаса, болды мына жақтан ештеңе өсіп өнбейді ғой. Еврокубокта қиын ғой. Негіз жоқ, айтып отқан жалғыз жол деп жатқан ғой, мүмкін емес, еш нәрсе жоқ қой. Әрине ештеңе жоқ, бірақ мына жерде енді сіз қараңыз, мына осы жерден бастап уже ес жеу керек та Тобылға. Сол ғой. Мысалы сен қара, оқ жетпес қай жерде келе жатыр қазір. Жоқ, 10 тур өтіп кетті да, 10 тур. Әлі соңғы орында. Бұл соңғы орынға түсті ғой болды бүгіннен кейін. Алтайдың мысалы өзі тырмысып бүгін жеңді соңғы орында. Ертіс пен Каспийде азырақ болды. Тобылда жеңіс бар ма бұл маусымда? Иә, әрине. Бірінші турда Елмай жеңген жоқ па? Ертісті жеңді, Каспийді жеңді. Әлде Елмай жеңбеді ма? Жоқ. Бірінші турда әйтеуір жеңген. Бірінші турда мен бір нәрсе айтайыншы осы тұрғыда. Мен футболшының өзімен сөйлестім да, осы командадағы. Айтады, ойын негіз бар Ромашенкода. Былтырғыдай ойнап жатырмыз негізінде. Бірақ Эльмесауди, Чесноков, Сигневич жоқ. Сол жаңағы жарты моменттен салатын голдарды қазіргі шабуылшылар мына Милованович дегендер қолдана алмай жатыр. Болды, сол ғана дейді айырмашылық. Ерсін, бірінші турда Ақтөбеден жеңіліп қалды. 4-1. Елмайдан да жеңілген 0-1. Бұл жаңағы Ерсінге. Екіншісі Бектікі дұрыс енді Беке айтып жатқаныңыз, бірақ сонда да мына футболшылар былтырғы деңгейді көрсетпесе де енді бір 14-ші орындағы команданың ойыны емес қой.
14-ші орынға түсіп кететіндей емес қой дегенім ғой. бірақ сол жерде өткенде айтқан болатын, біз егер Қай жігіт? сол бір жігіт ойын бәрі. Сол шақыра салайықшы. бір жігіт деп ұрып жатыр өз ойынан әңгімені. Өзінікі ма? Ақын ғой суырып салады ол. жоқ маған осы Қайсардың кубоктағы матчтың алдында хабарласқан кезде айтқан болатын жаңағыдай. Бүрген шатпен. Енді бүкіл акценттің барлығын кубокқа саламыз деді да, кубоктан ұшып кетіп отыр. Кезінде ақын бабаларымыз, аталарымыз мынау цензураға ұшырап кетпесін деп басқа атпен өлең шығаратын ғой. Иә, мыға, жыға, сығалар кетті ғой неше түрлі. Мысалы, сол сияқты бекте. Негізі өзіңіз сайдыр. Алфавит қалмаған ғой, бүкіл қызға айтып тастаған ғой. Қ, С. Бірақ ана адамды айтпайсың. Жоқ. Біліп тұр Бір адам ғой. емес қой, мынау әлі бір адамды. Жоқ, жаңағы Қайсардың футболшысын айтып жатырмын. Примерно Асекең Тобылдың. Тобылдың Асекең шығар сол. Жоқ, Асекең сразу айта саламын ғой. Асекең деп. Ертіс пен Елімай арасындағы матч тең аяқталды 2-2. Нұрбол Жұмасқалиев Ертіс Павлодар тізгінін ұстап, бірінші ойында мықты командаға қарсы тең нәтиже тіркеп отыр. Матчтан кейін Елімайдың бас бапкері Андрей Карпович өзінің футболшыларына сын айтты, мін айтты. Жалпы мынау топ ойындарға, Қайратқа сияқты Астанаға қарсы матчтарда біздің команда жинала алады, бірақ Ертіске қарсы келген кезде команда футболшылары еркінсініп жатыр дейді. Қарсы жайын ба? Маған ба? Маған ба? Мықты командаға деп айтып жатсыз ғой Елімайды, иә? Иә. 6 матч победа жоқ. Енді Елімай Жоқ, былай қарасаң. 6 матч победа жоқ. 6 матчта Жеңіс жоқ. 3 рет тең ойын, 3 рет жеңіліс. Оның үстіне енді өз алаңында өткенде кімнен ұтылып қалды? Каспийден ұтылып қалды. қалды. Мына ойында жеңіп тұрған ойын тең ойнап қалды. Оның үстіне бірінші голды Ертіс соқты. Екінші голды Елімай соқты. Бірақ Бірінші гол деген пое пашырқын Папа болды ғой, иә. Ой. аты күшті екен, пое, Пое. экономный. Сол голы бір Еврокубоктағы бір гол еске түсіре ме екен? 2017 жылғы тамыздың 11 күні мен есімде. Кешкі 19:00-де басталған негізі. Қатты кетеді деймін. Иван Маевский. Алсашардан кейін еді. Иван Маевский Легияның қақпасына тура осындай гол салған. Сол жылы бұлар 2016 жылдың бас жағында топтық кезеңде 3-3 ойнады ғой Реалмен. Сөйтіп Легия. Мен қатты қорқып барғам сол матчқа. Ай, Легия осы жолы шанс қалдырмайды деп. Маевский гол соғады бірінші таймда. Тура осындай гол соғады ғой. Сөйтіп біз соңғы минутта Твумаси соққан есімде, сөйтіп 3-1 қылып алып шыққан ойында. Сол ойын көз алмай елестетті мына голды. Негізі Елімайды біз осыған дейін айтатын едік қой. Әр ойында пенальтимен жеңеді, пенальти көзіміз тиді. Негізі шеп бермей қойды ғой бұлар қағаз пенальтиді. Ана кімге Әшірбекке 3 рет пе 2 рет уже пенальти бермейді. Қалай құласа да. Ұлытауда да сөйтті ғой, бұларға пенальти бермей қойды деп өздері жалбысады ғой. Төрешілер бере беріңіздер, әділ болса. Негізі нормально оның бәрі. Просто біз енді О пенальтилердің каждыйына тоқталған кезде дұрыс қой. Иә. Енді мына жерде мысалы кімге Әшірбекке явно осының алдында да болған бір матч ұмытып қалдым. Явно пенальти бермейді ана жігітке. Мына матчта енді Әшірбектің ана голын көрдіңіз бе? Роб Бен стилінде соққан. Оң жақтың қапталдың қорғаушысына сол аяқты тебе бермейді ғой негізі. Мұртазаев офсайд тағып қойған екен да сол эпизодта. Иә, Мұртазаев. Әйтпесе анау гол деген шикарный гол ғой анау. Бірақ ол голдың артын Оразовтың голы жоқ кетті. Иә, сол 48-ші минутта Рамазан Оразов тағы да бір шедевр гол соқты. Мірдің оғын қақпаға қадап жүр. Оразов не жеп жүр қазір? Ақтөбеге бір қадады. Ертіске бір қадады. Оразов негізі стандарт жағдайларын керемет орындап жүр. Енді бұл ойынға біз бардық. Кеше болдық, бас бапкерлер Талғат Марванұлы бастаған. Шыны керек, Ертіске мен Нұрбол ағам кеше келді ғой, өзі 3-4 күн болды. Қатты бір өзгеріс көрінбеді. Состав жөнінде де, құрамның жөнінде де қатты өзгеріс болған жоқ. Бірақ балалар голға дейін 27-ші минутқа дейін керемет ойнап жатыр. Иә. Содан кейін гол соққаннан кейін бір кішігірім бәлкім турнирлік таблица қысым көрсетті ма, сол счетты ұстап қалуға тырысты ма, мүлде артқа жатып қалды. Сол нәрсе маған қатты ұнамады. Менің ойымша оның бәрін қазір Нұрбол ағам бәрін ескереді. Жалпы Ертіс футболшыларына да бір рух қой, Нұрбол Жұмасқалиевтің. Иә, ардагер еңбегі сіңген Қазақстан футболына сондай адам келіп саған айтып тұрған кезде Ертісте өзі ойнаған.
менің ойымша ертіске сәл уақыт керек. Ертістің фанаттары өздеріңіз білесіздер, өте ерке фанат, өйткені өздері 5 дүркін чемпион болған біледі. Мынау ойыншылар әлі түсінбейді, сол себепті Нұрбол ағам бұл нәрсенің бәрін қатырады деп ойлаймын. Бірақ бұл ойында жастар құрамасының ойыншысы Темірлан Агиманов өзі бастаған шабуылды өзі аяқтап, шыны керек, қанжығасы Қазақстан бірінші лигасында бірінші рет соғып жатқан голы. Агиманов, Агиманов, Сосын байқайсыз, бүкіл ойындарда Тұрлыбек, Байбосынов, Агиманов үшеуі бірге шығады ғой, немесе бірінің артынан бірі шығады, осы үшеуі ғана. Енді күшейтетін ойыншылар солар болып тұр. Бұл ойында да негізі ортада ойнап жүрген Жарымбетов пен Оматай өкінішке орай жарақат алып қалды. Бұл ойында негізі жарақаттар көп болып отыр. Не үшін десеңіздер, Беларусь мырза жылдың басындағы сборда кішігірім физикада тұрғыда, бәлкім сол қателіктер жіберді ме деп отырмын. Елеке, мынау ұлттық құраманың бапкер штабы осы матчты тамашалады деп жатырсыз ғой. Шымкентке барған кезде ордабасының жанкүйерлері де айтып жатыр. Біздің ұлттық құраманың бапкерлері біздің матчқа келе ме, Талғат Маруалу келе ме, Елдос аға келе ме, Шымкентте де топ матчтар болып жатыр, келіп қарап кете ме деп сұрақ қойып. Әлбетте, оны қарастырып жатырмыз. Бұйыртса 28 мамыр күні Ордабасы Қайрат ойынына біз бүкіл штабпен барып, сол драмаға толы ойында бізге өзімізге сол информация жинауға керек ойыншылар ма? Жақсы бір ақпарат керек деп ойлаймын. Ұлттық құрама осы аймақтағы матчтарды Әлбетте, ол бар. Жақсы, осы турдағы басты матчтардың бірі Ақтөбе Атырау, қанша жерден командалар қандай деңгей көрсетсе де, бұл батыс дерби, бұл ылғи жанкүйерлерге қызық кездесу. Бұл ойында бір ерекшелігі Латурнус гол соқты, Ақтөбенің түлегі. Жалпы Артур Шушуначевтің орнын жайлап, осы Латурнус өзі баса беретінде сияқты көрініп тұр. Атырау есеп ашты, Ян Труфанов 56 минутта бірінші голды соқты, одан кейін Латурнус есепті 1-1 қылды, оның да голы жақсы болды, нәтижесінде матч 1-1 болып аяқталды. Латурнус 17 жастағы бала екен. Елеке, енді біз жаңа айтып отыр ғой, Әмірді айтамыз, Тұяқбаевты астан дейміз. Латурнуста Ақтөбенің болашақ жұлдызы ма? Бұл болашақ жұлдызы ма? Мен бұйыртса болашақ. Жаңа сіз Алек айтып кеттіңіз ғой, енді орнын басама Шушуначев деп. Жоқ, негізі екеуі бірге шыққан кезде тандем болып жатқан, байқап жатқан жоқ шығарсыздар. Шушуначевтің орнын басама деген анау інілер ретінде емес, позиция тұрғыдан ғой? Позиция тұрғыдан. Өйткені мынау моментте Шушуначев қорғаушыны алып кетті да, Латурнусқа орын босатқан байқасаңыздар болады. Латурнус жалпы Ақтөбе 2 бар ғой, жастар командасының ең үздік бомбардир осы жігіт екен негізінде. Лигада Шушуначевтан бұрын жалпы Ақтөбенің фанаттарының өзі екінші самород деп атайды екен өздері. Ойын стилі келеді. Шакиридің голы ғой, мынау қарасай. Өте әдемі болды. Бұл осыдан кейін бір 5 минуттан кейін ба тағы бір осындай попытка жасайды негізі через себя тебуге. Бірақ ол сәл болмай қалды енді, соғы шықпай қалды. Шыға салып құлап теуіп жатыр. Жігіттер бетеге қатты не мақтамайық. Өйткені көз бар, сөз бар, сол себепті бұл баланы біз әлбетте қалам ұшында ұстап жүріп қойыңызшы. Енді біреуді түсіндіретін шығар жайында жүріп. Жоқ, Латурнус бар, Кикбаев бар бүгін, Алишер бар. Кикбаев мықты ойнады бүгін. Кенжебаев. Жалпы Ақтөбенің өзінің жастары өте жақсы ойнап жатыр. Сосын Атырау туралы айта керек. Бүгінгі матчқа 2 автобус Атыраудан жанкүйерлер келді қолдау үшін арнайы. Атыраудан. Атыраудан арнайы ат теледі. 2 автобус келді. Сонау ол да жақын жол емес қой негізі. Арада 800-900 километр бар. Сондықтан Атыраудың фанаттарына да бір рахмет айтып қойған жөн шығар осы жерде. Әрине. Түркістанға бара алмайды енді ол кісілер. Мысалы, міне өз алаңында Ақтөбенің ойыны реттеліп келе жатыр негізі ше. Латурнуста гол соғып, оның бәрі қолдаудың арқасында ғой. Гол енді шынымен әдемі гол. Мақтаңыз, мақтамаңыз, дұрыс айтасыз. Енді көз бар, сөз бар деп біз ырымдаймыз ғой. Бірақ гол енді сөз жоқ, әдемі болды. Шушуначевтің ертең орнын мен ойымша басады. Ермұхамед Мәулен ағам осы кісіні мақтады, мен түсінбедім. Ереген неге мақтаған? Неге? Шушуначевті Ақтөбе сапындағы топ ойыншы дегенде енді Ерекең ұстазым, бірақ мен осы жерде келіспеймін. Әсіресе кубоктағы ойыннан кейін пенальти соғылған ойыншы талай момент құртады. 10 моменттің екеуін гол соғады, дубль жасады дейміз. Келіспеймін. Өз-өзіне жасап жатқан моменттер ғой. Сіздер ғой таразыдансыздар ғой. Олай бөлмейді ол. Жерге, ұлтқа, дінге бөлмейді. Оқжетпес пен Астана арасындағы ойын өтті, Көкшетаудағы матчта. Сол ойында Оқжетпес жеңіске жетті. 1-0 есебімен қарсыласын қапы қалдырды. Матчтан кейін Григорий Константинұлы Бабаянда біраз 100 мың теңгеге дей ма? 100 мың теңгеге ойнады. Осы
Григорий Константинұлы айтпай тұрып маған да жетіп еді, Бектің досы айтқан. Марин Томасовтың өзі 100 мың теңгеге ойнап жатыр екен. Соны естідім мен де. Ол жерде енді Астана осыған дейін футболшыларға жағдай жақсы жасап келді ғой. Сондықтан футболшылардың да бір қарымы екен. Мынау инвестор табылғанша, жалпы клубтағы жағдай реттелгенше, сол ресми түрде 100 мың теңге айлыққа ойнап жатыр. Сонда ол келтіргісі келіп тұр ма? Ойын нәтижесі сол ақшаға тіреліп тұр деп? Мен футболшыларға әңгіме айта алмаймын дегенге келтіріп тұр ол. Жоқ, бапкер жарайды, әңгіме айтпай ақ қойсын. Бірақ сонда ойыншылар 100 мың алдық деп сонда жеңіске ойнамай ма? Жоқ. Мен сізге айтайын, мысалы, мен бұл ақпаратты естіген кезде мен қатты тамсандым. Негізі футболшыға әрдайым қаражат керек қой. Сен үйге барған кезде қатты таңғалдым дейсің. Көңіл күйге әсер етеді. Өйткені үйге барған кезде ақшаң болмаса, балаларыңа тәтті кәмпит алып бере алмасаң, оның да өзің бір психика тұрғыда әлсізденесің ғой. Сен өйткені жындана бастайсың. Сол себепті мияқта осы футболшыларды мен мақтағым келіп отыр. Жаңағы алып жүрген бұл балаларға негізі шыны керек. Ертең Астананың бұйыртса жағдайы жақсарған кезде бұл балалардың Астананың сақтап қалған футболшылардың бірі. Инвестор мәселесі әлі шешілген жоқ. Мысалы, табылмады деп жатыр, ол іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Бірақ Самұрық Қазына енді құрылтайшы демеуші неге бөлінбей жатыр? Не себепті бөлінбей жатыр екен сонда? Білмеймін, ол ақпаратты білмеймін. Неге алмай жатыр деген сұрақ туады. Неге алмай жатыр деген. Біріншіден, менің ойымша, бұл жай ғана клуб емес қой. Бұл әлемге әйгілі клуб. Бұның алатын адам, менің ойымша, түсіну керек қандай клубта. Қарызына байланысты алмай тұрған деп ойлап ойлаймын. Мен де естуім бойынша 5 миллиард, 6 миллиард дейді. Ол ақпарат рас емес екен. Расында 2 миллиард дегендей ақпарат бар. Сол сияқты. Бірақ нақты ойынға бір пенальти эпизод болды. 26 минутқа бірден қояқшы, 26 минутқа. Дайындалып келдің. Мен айтады ғой, бір сұрағым бар дейді ғой төрешіге. Мен білмеймін, бірнеше сұрағым бар негізі осы ойында. Бағдат Абдуллаев, ойынның бас төрешісі. Голды неге есепке алмады деген ба? Есепке алынбады да. Енді бұл жерде қазір мен жақындатып қарасам, сөйтсем ана Калаица өзі футболкадан тартқан екен. Соның қолын алып тастаған екен. Футболканың қолын кетші бар деген ғой. Мен Көкшетауда ешкім ұстамайды деген ғой. Бірінші төреші допты көрсетті ғой. Голды көрсетті ғой, айтты ғой, болды кеттік ортаға деді. Болды санады. Жоқ, мынаны қараңызшы, осы жерде ана футболкадан тұр. Енді анау айтып қолын алып тастау керек қой, енді анау секіру үшін амал жоқ қой, басқа не істейді енді. Енді анау тұрады да қолын алып тастаған үшін жерге құлай салады. Онан голды алып тастайды енді. Анау негізі голын алып тастамау керек, қолын алып тастау керек еді деймін да мына жерде. Есепке алынған фолын алып тастау керек еді. Андай айтса, осы кезде фонариктер неге жанбайды деген. Сізге қалдырдым ғой. Короче, мына жерде ақыры жеңіс кетпейді екен ғой. Жеңіс арамдыққа май жақпайды деп айтатын еді баяғыда. Сол ақыры осыдан кейін гол соғып, лайықты жеңісін алды. Латоцкий дегенде жетті ғой бүгінгі матчта. Бір эпизод болды, шынымен Астананың шабуылы кезінде де қолға тиген ешкім деген ұмытып қалдым. 12 минут Латоцкийдің қолына тиетін жері бар. 12 минутта. Оны да бір қарап жіберу керек. Міне осы жерде, сағатпен. Жоқ, бұл матчты қатты қарадым мен. Хартсты қойып қойдым да, осыны қарадым мен. Мен Хартсты көрдім. Міне осы жерде бір кішкене даулы эпизод бар екен. Даулы эпизод болғанда бұл жерде де енді пенальти қояды. Бірақ енді пенальти қояды емес. Денеге жақын тұрды ғой. Кукурелланың эпизодынан қарағанда нормально ма ол деген. Бұл жерде мен айтқым келгені жаңағы Оқжетпеске байланысты. Мысалы, Мұрат Тілешев командадан кеткеннен кейін ол Ертіске барып Нұрболды алды, Жомасқалиевті. Қазір екі маман да футболдың маңайындағы адам. Оқжетпеске енді Мұрат Тілешевтің кеткені қатты білінбей қалды результат бойынша. Мысалы, былтырғы Ферапонтовтың кетіп қалғаны бір дау болып кетті, шу болып кетті ғой. Мына жерде Ербол Қайыров келді да. Ол да енді футболдың маманы. Ол Мұрат Тілешев сияқты алаңда кәсіпқой деңгейде ойнаған жоқ, бірақ клубты басқарудан хабар бар екені көрініп тұр. Матчтан кейін келіп сөйлеуі, ойыншыларға жігерлендіріп, двойные дегені бар. Сондықтан да Ербол Қайыров келгеннен кейін де клубта біраз өзгерістер бар. Әріптесті мақтайық. Осы жерде жалғастырып кетейін. Оқжетпесте бір бум трансфер дайындап отыр бұйыртса. Кім сол, бір адам ба қайтадан? Кім айтсай? Айтқан адам ба, или келетін ойыншы ма? Келетін ойыншын бетон білмейсің ғой, айтқан адам. Қатты қызық болып жатыр ғой. Айтамыз сосын, подкаст біткенге айтамын. Башичтің қызыл қағазы ше. Тікелей қызыл қағаз. Вот. Бұл жерде қызыл қағазға әңгіме жоқ. Бірақ Башичтің өзінде әңгіме болып тұр, сұрақ. Иә. Әлем чемпионатының алдында
деген сіздерге былай ой келмей ма кішкене ойыннан қашып жатыр деген сияқты демалып алайын деген сияқты ол кетеді ғой енді өзі де командадан әлем чемпионатында жоқ ойнайтын ол кетеді ғой сол кеткенше жарақат алып қалуы мүмкін ғой мысалы кез келген уақытта содан деп ойламайсыздар ма? Мен сөйтіп ойладым мен. Серьезно сөйтіп ойлайсыңдар ма? Ол да мүмкін ғой. Қалай ол ойынның ритмі кетіп түседі, бұның өзінің физикасы даны керемет көрсеткіштер көрсетіп жүр, бірақ жоқ, келіспеңдер ма не сендер? Бұл жерде мен де келіспеймін онда. Сендер келіседі деп ойлап қалдым. Жоқ, ол ойламаймын. Секіре салсын ғой. бүйтіп айтпайсың. Бұл жерде Башич финт жасаймын деп жатты да, сөйтіп қолын байқамай сермеп алды. Сермеп алды. Бірақ негізі бізде көп адам былай жасады екен. Ол әдейі істемеді ғой деп ше. Ол әдейі істеді, әдейі істемеді деген ол әсер етпейді қызыл қағазға. Ол адамдардың көбі әдейі істемейді оны. Бірақ мына жерде енді қолын сермеп қалған кезде құлады. Сөйтіп Оқжетпес жеңіске жетті. 1-0 есеп. Оқжетпесті біз шын жүректен құттықтаймыз. Жақсы келе жатыр. Ал Астана болса бұл ойында ұпайдан қағылып отыр. Турнир кестесіне қараса Қайрат, Ордабасы, Оқжетпес, Ұлытау, Астана болып тұр. Ұлытау 4-ші орында. Чемпионат өте қызық болып жатыр. Каспийді жеңіп кетті. Ұлытау тағы да үйде қалай мықты ойнайтын команда екенін көрсетіп отыр. 2020 жыл карантиннің кезінде бәрі Алматыда ойнады ғой. Қазір құдай сақтасын, бірақ ештеңе болмай ақ қойсын, бірақ қазір бәрі жезқазған ойнайтын болса Ұлытау Қазақстан чемпионы болады деген соған көзім жетті мен. Не деген теңеу. Ешқандай болмай ақ қойсын. Білесіздер ғой биылғы маусым. Бұл ойынды мен де көрдім, ерінбей, өйткені Каспий, Ұлытау негізі бұл командалар екінші нөмірлі командалар ғой. Содан кейін екеуіне де сәл қиындау болды, бірақ бұл ойынның тағдырын Сергей Киллер десем, сол себепті бұл баланы мен өзім баяғыдан танимын. Осында жойқын соққысы бар екен білем. Ой, бұл негізі тренировкада бар ғой, допты, неше түрлі допты жарды ғой бұл балаша. Халыққа ұқсататым. Мен Димарко ұқсатамын осы. Да? Негізі бұл бала бірінші гол емес бұл негізі. Бұлай қайсаңыздар 4-5 гол соғып тастаған алыстан. Кезекті голы бұл ойында менің ойымша ойын тағдырын осындай бір эпизодтар шешіп кетті. Ұлытау 2 гол соқты, екінші голы бірақ есепке алынбады, сөйтіп 1-0 есепмен аяқталды. Бір нәрсе өтініш футболшыларға, қысқадан нұсқа. Гол соққаннан кейін бір қуаныш дайындалады ғой. Жоқ, дайындалған, соны көрсетпейміз ғой, жабысып, жаңағы тұншықтырып мініп. Жаңағы Сергейда да бағана гол соққан кезде, Димаш Қашкен кезде өмірінде енді қыппайлы, бірақ болмаса. Сергей көрсетті ғой? Сергей көрсетті ғой? Сондай нәрселерді көрсетуге мүмкіндік беріңдерші. Рамазан Оразов гол соққан кезде жаңағы мініп алды үстіне деймін да. Сондықтан да кішкене Еуропаға нетейік. Дұрыс, құтты болсын. Ұлытау туған жер. Екі команданың да туған жер ғой. Сосын екі команданың да 11-ші нөмірлері өтті жақсы ойнады осы матчта, соны айта кетейікші. Мені? Екеуміз әңгімелесейік. Несін? Екі команданың да 11-ші нөмірлері өтті кіші рет осы матчта. Ең алғаш матч негізі беташар матч осы болды ғой 10-шы турдың. Сосын Бекзат Қабылан деген жігіт бар екен Каспийде. Бүгін осы матчта ойнады кәдімгідей. Команданың ойынын сол жігіт жүргізді. Соны ашын айту керек. Сосын комментатор кім болды мен білмеймін. Бірақ сол жігітке риза болдым. Назарларыңыз Азамат Оспанов, команданың дәрігері, қазір алаңға биттеп келеді деген кезде дәрігердің аты жөні айтылмайды ғой бізде деген. Өтті риза болдым сол жігітке. Бір адамыңыз бар? Сондай болуы мүмкін. Ауылдасы ма, иә? Ұлытау Каспий матчын Бекасыл Сейітхан жүргізді, Нұрали Алтынбек. Сондай ма? Стоматолог ол біледі ғой дәрігер. Коллегалар. Ол патолог ол. Енді жігіттер КПЛ-ді қорытындылай келе 10-шы турда осымен тәмамдаймыз. Еуропадағы жаңалықтарды айттық жаңа. Челсидің жаңа бас бапкері хабарланды. Хаби Алонсо болады, келесі маусымда сәттілік тілейміз. Манчестер Сити трофей алды. Англия кубогын жеңіп алды. Әбдіқадыр Хусанов тағы да екі айда екі трофей. Мысалы. Және Шотландия премьершипінің күміс жүлдесін алған Ислам Чесноков. Енді мен құттықтауға ауыр көріп тұрмын, себебі өмір бақи бірінші орында келе жатып соңғы турда қарады. Бірдеңе дейін ба? Селтиктің фанаттары жылап жатқанша. Как будто бір чемпион болмай жүрген ұқсап. Енді осы уақытқа дейін бір-ақ күн болған бірінші орын маусымда. Маусым бойы бір-ақ күн бірінші орында болып кеп. Қырқынан шыдап, 41-не шыдамай қалған ғой, не дейсіз? Осыған дейін соңғы рет не Селтик емес, не Рейнджерс емес чемпион болған кезде Абердин 84-ші жыл ма? 41 жыл бұрын болған екен. Сол кезде сэр Алекс Фергюсон болған ғой бас бапкер. Сондай ма? Фергюсон демекші Реалға
Мауриньо келеді, құдай қаласа. Реалдың жағдайы өте нашар болып тұр. Енді Еуропадағы футболды арнайы бөлек талқылаймыз. Сөйтейік. Фонтим арнасына міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, біздің сыйлығымызды ұтып алыңыздар. Бекітілген сілтеме арқылы өтіп, және алда Қазақстан премьер-лигасының 2 туры бар. Аптаның соңғы күнде емес, жексенбі күнде емес. Сондықтан бізде видеоларымыздың шығу реті өзгеруі мүмкін. Сондықтан арнаға тіркеліп қойып, қоңырау басып қойсаңыздар, қашан шығады, сол кезде көресіздер. Және UEFA Чемпиондар лигасының финалы дегендей матчтар бар. Біздің арнаға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Бек Шумат, керемет бүгін. Бек. Өзің MVP болып отырсың. Мықты. Соңына қарай қосылдым ғой мен. Иә. Соңына қарай қосылдым. Қазір камера өшкеннен кейін Осы матчқа бір дұрыс емес подходпен кеппін. Ой, матчқа деппін ғой. Осы подкастқа сәл дұрыс емес подходпен кеппін мен. Алдында сәл жаман оймен келгенсіз ғой басында. жоқ негізі наоборот жақсы оймен келдім да, бәрінің әңгімесін тыңдап соңғы сөйлемдеріне ғана қосылып отырамын деп келгенмін. Ондай болмайды екен. сен Сергей Келлер сияқты соңында Қосанов, мен саған жүрекпен сенгем деген. Рас па? Жүрекпен сендің ба? Енді сенесің ғой, енді жүрекпен сенбесең де сенесің ғой. Бір Жай әңгіме болсын деп айтсам. жүрегі нәзік өзі. Ақындардың жүрегі сондай бомба болады. Көргені. Ерсін Ерік, Мен, Елдос Ахметов, сіз. Әлімжан Асқар. Бұл Фонтим YouTube арнасы. Арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.